Қойдың басының пайдасы. Қойдың басы қазақ халқының дәстүрлі ас тағамдарының бірі ғана емес, емдік және пайдалы қасиеттері бар тағам ретінде де бағаланады. Ол көбіне қонақ күткенде, той-томалақта ас беруді құрметті адамдарға тарту етіледі. Құрамындағы негізгі қоректік заттар май, энергия көзі. Салқын күндері ағзаны жылытатын калория береді. Коллаген және желатин, буын, сүйек және шеміршек саулығын қолдайды. Амин қышқылдары бұлшық ет пен тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Микроэлементтер фосфор, кальций, темір, мырыш секілді минералдар сүйек пен қан түзу процесіне пайдалы. Пайдасы: буын және сүйек саулығына. Бастың сорпасы шеміршек пен буын қабынуын азайтуға, қозғалысты жеңілдетуге ықпал етеді. Қан құрамын жақсартады. Құрамындағы темір анемияның алдын алуға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Суық тигенде ағзаны жылытып, қалпына келуді тездетеді. Жарақаттан кейінгі қалыпқа келуге ықпал етеді. Коллаген тіндерді қайта құруға септігін тигізеді. Салқын күндері энергия береді. Калориясы жоғары күш-қуат береді. Дұрыс пайдалану жолдары. Қойдың басын таза жуып, жақсылап қайнату керек. Сорпасын тұзды аз қосып ішсе, емдік қасиеті артады. Етін шамадан тыс көп жемей, мөлшермен тұтынған дұрыс. Зияны болуы мүмкін жағдайлар. Артериялық қысымы жоғары адамдарға. Құрамындағы май мөлшері көп болғандықтан қысымды көтеруі мүмкін. Бауыр және өт аурулары бар адамдарға. Майлы тағам бауыр мен өтке салмақ түсіреді. Семіздік пен холестерині жоғары адамдар шектеп жеу ұсынылады. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.